Қазақстан құрамасы Бельгиядағы арнайы жазғы Олимпиада ойындарынан 39 медальмен оралды. Бұл еліміз үшін рекордты көрсеткіш. Биыл мүгедек жандарға арналған сайысқа Еуропа мен Азияның 58 елінен 2000-нан астам спортшы қатысты. Арнайы Олимпиаданы ұйымдастыруға Бельгияның Антверпен қаласына 5000-нан астам еріктілер жиналған. Жазғы спорт ойындарының 8 түрінен 12 алтын, 11 күміс және 16 қола алқа. Бұл Қазақстан құрамасының Бельгияда көрсеткен нәтижесі. Арнайы Олимпиадаға елімізден 41 спортшы қатысқан болатын. Олар спорттың жеңіл атлетика, стол теннисі, суда жүзу, бадминтон, велоспорт, баскетбол, бойча яғни жердегі бильярд түрлері бойынша бақ сынасты. Мы везем домой 8 медалей. Тек теннисшілердің өзі 8 медальға ие болды. Біз елімізге 2 алтын, қос күміс, 4 қола жүлде алып бара жатырмыз. Спортшыларымыз риза. Өзім де жаттықтырушы ретінде командамның көрсеткен нәтижесіне ризамын. Ел құрамасы халықаралық доданың әр күнінде әр спорт түрінен жүлдегер атанып отырды. Сөйтіп спортшыларымыздың тас түйін дайындығы елдің сенімін толығымен ақтады. Мен Өскеменде тұрамын. Мен Қазақстан үшін алтын медаль алдым. Бұл бүкіл әлемдік жазғы олимпиадалық ойындарға келу балалар үшін өте үлкен нәтиже, үлкен өте құрмет. Балалар осы ойынға шыққан уақытта өздерін өте жақсы сезінеді, және олар өздеріне көптеген достар табады. Осы ойындар арқылы балалардың мүмкіншіліктері бұрынғыдан молая түседі, және алдағы ойындарға балалар қатысқысы келеді. Келесі жылы Special Olympics Қазақстан қозғалысы өзінің 25 жылдық мерейтойын атап өтпек. Біздің спортшыларымыз Лос-Анджелесте өтетін бүкіл әлемдік арнайы Олимпиада ойындарына міндетті түрде қатысатын болады, дейді қозғалыс мүшелері. Мөлдір Доспаева, Жанат Эрнст, Жомарт Ахметов, Антверпен, Бельгия.